Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте оңай, дәмді, қолжетімді заттардан керемет пирог жасайтын боламыз. Толық рецепт видеоның астында. Бірінші керегі бізге жұмыртқа. Барлық жұмыртқамызды осылай бірінші жарып аламыз. Одан кейін шетінен миксерлейміз. Бізге жұмыртқамыз ағарып, көпіршігенше, бір есе үлкейгенше осылай тоқтатпай миксерлей береміз. Одан кейін бізге қантымызды шетінен екіге бөліп қосамыз. Жұмыртқалы массамыз үлкею керек. Осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай аппақ масса болу керек. Одан кейін үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Одан кейін ары қарай бізге ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Тағы да миксерлейміз. Осылайша ұнымызды екіге бөліп қосамыз. Жай-жайдан бөліп қосамыз. Себебі барлығын бірге қоссаңыздар қатты қою болып қалуы мүмкін. Сондықтан бөліп қосамыз. Одан кейін қопсытқышымызды қосамыз да тағы да миксерлейміз. Бізге керегі какао 3 ас қасық қосамыз. Осылай миксерлейміз. Осындай әдемі масса шығу керек. Оған дейін біз пешімізді қыздырып қоямыз. Ыдысымызды дайындап аламыз. Пергамент қағаздың астына төсейміз. Осылай массамызды құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағат пісіреміз. Піскен-піспегенін ағаш таяқша арқылы білуге болады. Пирогымыз пісті, өте керемет дәмді болды. Оңай және де тез. Достар, жасап көріңіздер. Сіздерге өте ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған ұл болсын. Астарыңыз дәмді болсын.